Жігіттер қандайсыңдар ей? Ассалаумағалейкум, короче. Қараңдар, в общем, бірдеңе айтам. Соны ести алыңдар. Уже бай кетті. Кірістім. Бай кетті. $300 тауғанға қарсаңдар. Өтірік, білем? Өтірік. Негізі бұл. Мына қарсаңдар. Былай кеткенсің ғой. Доллары. $300 қараңдар. Көрсем білмейді. Көрсем ғой кәкәрсім. Қолым. Міне, қараңдар. $300 санап берем. Қараңдар. Бірінші доллар мінеке, бірінші $100, $200, $300 ғой. Міне, даны грибаны жетім. Қойынды, заттар алам. Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Нони. Бүгін біз радиоактивті 100 секрет. В общем, қараңдар. Сендерге бірден көрсетемін. Сендер лайк басасыңдар. Ой үшін, жарай ма? Бір кино көрсетем сендерге. Нахат 105 деп жазасыңдар. 105 деп жазасыңдар. Міне осы кино. Міне осылардан көресіңдер. Оның соң бірінші 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Çoğdan bu. Көреміз сіздермен бірге. Өздеріңіз көрмекші болсаңыздар, іздеп көрсеңіздер болады. 9 В-ны Аслан сен ал. Алғаш тапсырмам құтты болсын. Мектеп оқушылары төбелесті. Енді бала болған соң төбелесе бұзақылық жасайды. Айттым ғой, бұлардың темаларына араласпай қойды. Кірмей қойым керек еді. Мен чужойда, изгойда, типилада болғым келмейді. Системаға кіру ме? Қандай система? Сен кеше ғана системаға қабылдадың. Кімдермен араласып жүрсің өзің? Кешіп бара жатыр. Ертеңге дейін 200 теңге қойып тастау керек. Радан ешкімде ақша жоқ қазір. Дағың не нәтижесін не білім алмаған, не тәрбие көрмеген қоғам пайда болып келе жатыр. Сендердің араларыңда мен білмейтін бір жайт орын алды ғой, солай ма? Қылмыс статистикасы төмен болған қажет, ал бізге мектептің рейтингі жоғары болған керек. Рейтинг? Бала табылған жоғары ма біздің мектепте? Менің сенен басқа кім бар, балам, айтшы. Бұл просто көрсету еді, бірінші серия енді басталған, міне. Бірінші серия. Батончик.
Мен қазір наушник bilan естіп отырмын осыны. AirPods bilan. Келіңізге рахмет Талғат ағай. Сәл кешіккенде кептелісе қалып қойсын. Балалар, бүгін бізде лабораториялық жұмыс. Қане, мына тәжірибені кім көрсетіп береді? Аслан, келші. Ала ғой. Бұл сутекті отығын катализатор арқылы ыдырату реакциясы. Яғни ағартқыш дезинфекциялаушы затқа калий иодидін катализатор ретінде қосамыз. Сол кезде оттегі бөлініп, көбік көтерілетін болады апай. Өте жақсы. Қауіпсіз, таза, әрі-бәрі есеппен. Жарайсың, Аслан. Отыруға орынға. Рахмет. Аслан, бір минут бола ма? Иә? Қалайсың? Жақсы өзің? Жақсы. Аслан, көмегің керек. Жақсылығыңды ұмытпаймын, көмектесші. Иә, айта бер. Бүгін химиядан қалалық олимпиада қайтадан іріктеу болып жатыр. Аха. Соған менің орныма қатысып берші. Комиссияда басқа мектептен сені ешкім танымайды дегендей. Міне, бәлшік, осымен кіресің. Не үшін? Бүгін мектеп аралық футболдан финалға қатысуым керек. Капитанмын дегендей түсінесің ғой. Көмектесші, 50 мың теңге бер. Жарайды, көмектесейін. Бірақ ақшаң керек емес, сен де көмегің тиіп қалар дегендей. Бұл кез келген көмек бауырым. Рахмет. Бақчил. Қадыров Дастан. Келіңіз. Мінекей, тапсырма парағыңыз. Отырыңыз. Сізге 20 минут беріледі. Гүлнархан, менен осы сұраған документтер. Аслан, сен не істеп жүрсің мұнда? Алло? Алло, келдің бе? Жоқ, Асланның директоры хабарласты, тез келіп кетіңізші деп. Тыныштық па, Асланға бірдеңе болып қалды ма? Жоға алаңдама, Аслан туралы емес. Оқу уақыты жайында дейді. Ертең барса болмай ма? Білмеймін, қазір келіп кетіңізші деді ғой. Жарайды, мен онда үйге қайта берем. Бүгінге қабылдау жоқ. Жарайды, үйде жолығамыз. Жақсы. Бұл өте ұят жағдай болды. Білім басқармасына шағым түссе, сіздің ұлыңыз ғана емес, менің де жұмыстан кетуім әбден мүмкін еді.
Иә, бұл өте ыңғайсыз жағдай болды. Алтынай ханым, сіз басқарып отырған бұл мектепті еліміздегі ең абыройлы, білімі сапалы, санаулы мектептердің бірі деп білем. Мектептің деңгейін түсірмей, оқушыларыңыздың жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, халыққа қызмет жасайтын азаматтарымызды дайындап шығарып отырған сіздің еңбегіңіз екені айдан анық. Сондықтан сіздің даналығыңызды ескеріп, өзіңізден тағы да кешірім сұраймын. Айтпақшы, Алтынай ханым, айтайын деген, бұл мектеп бәрімізге ортақ. Сондықтан осы мектепте қандай да бір іс-шараларға көмек керек болып жатса, бірден хабарласыңыз. Сіздің бір ауыз сөзіңіз. Бақытбек мырза, біз ересек адамдармыз ғой. Жағдайды дұрыс жағынан түсінеміз. Асланның өзіне дейді екен. Кешіріңіздер, екінші қайталанбайды. Досыңа көмектескің келген шығар. Мұныңды дұрыс деп есептеймін. Бірақ бір нәрсе есінде болсын балам. Әр нәрсенің негізіне үңіліп үйрен. Жарай ма? Уақыт өзгереді. Күндердің күнінде өзіңмен өзің қалатын сәттер болуы да мүмкін. Сол кезде өзіңді танымай қалма балам. Жарай ма? Алло? Иә, тыңдап тұрмын. Жақсы түсіндім. Жұмыстан ба? Иә. Ертең демалыс алам. Екеуміз балыққа барып келейік, иә? Анаң маған ренжулі. Кешке гүлмен келмесем, үйге кіргізбей қоятын шығар. Сағат жүріп жатыр ғой. Оған деп өлтіргенді көрмей жатыр ғой, білмей жатыр ғой. Ол біреуді өлтірген жоқ. Соң ол себепші емес. Тұрғанда ол себепші болмаған болатын еді. Ана аварияның дауысы естілді ғой. Сонда ол ондай болды демек. Әтең енді қайтыс болды дегенді сөйтіп айтқан мамада машинаның дауысын естілді. Болды оған. Мамасы жылап жатыр наяқтан шу соған ғой. Бекерден бекер сағаттың дауысы естілмей жатыр бұл жақта. Мам? Не болып қалды? Алло? Алло, естіп тұрсыз ба? Иә, бұл кім екен? Мен орталық ауруханадан хабарласып тұрмын. Бақытбек Сәрсенұлы, сізге кім болады? Әкем? Не болып қалды? Әкеңіз жол апатынан қаза тапты. Қайғыңызға ортақпыз.
Сәуле ханым, қайғыра көңіл айтам әрине. Мен сізді түсініп тұрмын. Бірақ сіз де бізді түсініңіз. Қолымда тұрса солай істеп берер едім. Енді қанша дегенмен бірінші сыныптан бері осы мектепте оқып жүрген бала ғой. Олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар алып дегендей. Ақшасын ешқашан кешіктірген емес біз осы уақытқа дейін. Бәрін түсініп тұрмын, Сәуле ханым. Бірақ учредительдер бар, мектептің өзінің заңы бар, шығындары бар. Сол себепті өкінішке қарай мұндай жеңілдіктер қарастырылмаған. Ренжімеңіз. Қаласаңыз, Асланға жақсылап мінездеме жазып берейін. Қолымнан келетін сол ғана. Жарайды, түсіндім. Ақшасын реттегесін осы мектепке қайтып келсек бола ма? Себебі осы мектепте оқыған әкесі қатты қалап еді. Мен үшін аманат болып тұр. Әрине келе аласыз, уайымдамаңыз. Сізге сойып берейін, жоқ, рахмет. Сау болыңыз, кешіріңіз. Сау болыңыз, Сәуле ханым. Баламның үлгерімі жақсы. Химиядан олимпиада жүлдегері. Жарайды. Ертеңнен бастап келе берсін балаңыз. Жарайды, рахмет сізге. Алло, сәлеметсіз бе? Хабарландыру бойынша ғой. Физиотерапевт керек деген екенсіздер? Жарайды. Орын босап жатса хабар беріңіздер, өтініш. Я осы номерде. Балам, ештеңе ұмытқан жоқсың ба? Бәрін алдым. Керек емес, мам. Керек болады ал. Балалармен танысасың. Бір жерге барып тамақ ішеміз десе ақшам жоқ деп қарап тұрмайсың ғой. Осыны бір аптаға жеткіз жарай ма? Рахмет. Жолынан кешікпей бара ғой. Кешкене тамақ істеп қояйын. Өзіңіз біліңіз. Жолыңыз болсын, жан. Анау кім? Мен оның сияқты. Анау сұмдық гламурный ғой. Осы шықты ма тағам біреу әкетеді, не қарайсың дейді ғой, ана әкеткен бала. Не қарайсың? Кір. Айттым ғой, Припайыр оның атыр екен, припайыр.
жиги. Әкеші бір. Что там алып келді ма? Нені? Тупит етпеші. 9-а 10 мың теңге берген. Енді Б-мен В 5-ші сабақтан соң береміз деп жатыр. Қалай 5-ші сабақтан кейін? Мен оларға 1-ші сабақтан кейін дайындаңдар дедім емес па? Біз что-то 9-дар упор көрмейтін болған ау дейме? Өшке, бар да, Б мен В-ның балаларын 2-ші сабақтан кейін туалетке жыныш. Бар кет. Кете. Бол! Ой, Маха. Өзінше болмаш. Мына шегірткеден несінің қорқасың да? Жалғыз жүрсе қолынан боқта келмейді. Айко, сен бич. Аузына ие болып сөйле. Қыссаң қыс, не? Сәлеметсіздер балалар. Отырыңдар. Бұл жаңадан келген оқушы Аслан, танысып қойыңдар. Бізге мұрагер мектебінен ауысып келді. Чо там батяның ақшасы бітіп қалды ма не? Ей, Муха! Біреудің ақшасын санағанша жетін таблицасын жаттап алшы. Айгерім, болдық қой. Ана Біржан деген баланың қасына барып отыр. Келесі сабақ осында болады, ешкім ешқайда кетпейді, ұқтыңдар ма? Сосын Мадина, 3-ші сабақтан кейін жиналыс болады, бәрі түгелде келсін. Список бойынша тексерем. Что там айттың ба? Айттым. Қатты айттым. Аларын бір рет алды. Енді ақшаны жинап беретін шығар. Қалай шығар? Мен заттың жина деген жоқпын ба? Не қарайсың, Маха, қойсайшы болды. Маха, қолын жина. Сен араласпа. Араластар не істейсің? Жынға тимеші, саят. Тұр қайсты етпей. Тұр деймін саған. Пардон, демалмай қалдым. Демалмай қалдым. Қой дедім емес саған болды. Не болды? Жігіттер, қойыңдар керек емес. Инвалид отыршы. Маха, қазіран қолындағы бәкім тұған. Қош, мә, делай. Шыдай ма? Система демейсің бе, араласпа. Көш сен, жынды мен жынды болып қайтып. Жүріңдер туалетке. Шешек олдармен сөйлесіп қайтайық. Томпи, бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Көрдің ба, қалай ойнаттың? Қош, кәдімгіден құлақ қалдың ғой. Аслан. Таңат. Бәрі Томпи дейді. Не тұрды? Бірдеңе білдіріп бедің? Жоқ, просто сыныптың смотрящий ғой. Смотрящий болса ұра беруге бола ма не? Саған туалетте амандаспау керек екен үйретпедім ма не? Диас, бергіш. Сен де мыналарға үйретпегенсің бе? Или сөзің өтпей ме? Атаң басына сен смотрящий қылып сайладық. Ақша қайда? Ақша қайда? Тауып қойсын деп айттым ма? Жағыңды ашып сөйлеші. Айтылды ма? Братан. Таппайсың. Ақтарыңнан жүру керек па бәрі? Жоқ, братан. Тұр, ренген. Тұр. Сушняк. Боссың. 1 сағат уақыт берем. Осыдан ақша қолында тұрмасын. Көресің. Кет. Кет.
таниды. Қарындас ше. Кім енді? Нөтірді кім таниды? Нана. Тәрбиелі не дейтін осы ғой. Таныш. Неге шулай бересіңдер өзі? Сендерді мектебіміздің жаңа инспектормен таныстырайын. Сөз сізде. Сәлеметсіңдер ме? Менің аты-жөнім Аманбаев Нұрбол, танысқаныма қуаныштымын. Енді мектеп болған соң неше түрлі жағдайлар орын алып тұрады. Қазіргі таңда өкінішке қарай мектепте буллинг мәселесі белең орын алып тұр. Егер де сіздердің достарыңыз, сыныптастарыңыз, я болмаса кішілер мен үлкендердің арасындағы әлем жетістікті байқаған болсаңыздар, бейжай қалдырмаңыздар. Олай істеуге болмайды. Тікелей маған келіп хабарласыңыздар. Маған айтыңыздар. Болмаса мектептің президенті Азамат пен оның орынбасарлары Серік пен Мансұрға келіп айтыңдар. Азамат, өзің бір-екі ауыз сөз айт. Бәріне сәлем, мені бәрін танисыңдар. Мектептің тәртібіне мен де жауап беремін. Мен осы мектепте президент болып тұрғанда ешқандай зорлық-зомбылыққа жол жоқ. Бірде-бір сөзі дұрыс емес. Әр оқушы бір-біріне бауыр және дос. Мектеп біздің ортақ үйіміз. Ал бала мектепке қорлық көруге емес, білім алуға келеді. Сондықтан ең бастысы бір-біріңізді сыйлаңыздар. Мен жататын сөзінде бір шындық жоқ қой. Қысқасы, айтуды ұмытып кеттім. Менің есігім сендерге әрдайым ашық. Егер кіруге ұялатын болсаңдар, бірінші этажда менің почтамның адресі жазылған, сол жерге жазыңыздар. Болмаса, Азаматқа келіп айтыңдар. Азамат бүгіннен бастап менің көмекшім. Короче, қаздар. Ана актив залда айтылған әңгімең бар. Ана новый инспекторға біреуің бар тоқылдасаңдар, асылып қалыңдар одан да. Түсінікті ма? Түсінікті ма деймін? Сосын, Маха, ақша қайда? Шықшы бер. Братан, ақша болғанда. Не ақша болғанда? Алып келдім. Берсе онда. Бергенде 5000 теңге жетпей тұр. Кешірек қойып тастаймын. Мына тоғыздар кешіктіріп жатыр. Қалай жетпей тұр? Балаларымнан ақша жиналмайтын чортсың ба не? Или сөзің өтпей ма? Ален таппашы да. Гано. Түрі кәстетпей. Ален таппашы да. Түрі кәстетпей. Тұры! Братан, не сендер достарға ұру керек па не обязательно? Ұрғанды ғана сыйлайсыңдар ма? Тұр Маха! Братан, қоя салшы. Кімсің сен? Атым Аслан. Жаңадан келдім. Бір сәтте бәрі өзгерді. Әкемнен айырылдым. Салам алейкум. Болды же, түгедім, давай на. Аумеймі, давай. Соболдан ашу. Аумин, помнин, копшин, давай. Диктер.